Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен тойымды таңғы ас жасаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Колбаса, сыр, помидор кубик етіп, майда етіп тураймыз. Майонезіміз бен кетчупымызды араластырып аламыз. Лаваш қамырын өз қалауларыңыз бойынша кесіп аласыздар. Бір лаваштан менде 4 слой шықты. Кесілген лаваш қамырына кетчуп майонезімізді жұқа етіп жағып аламыз. Ұсақтап туралған ингредиенттерімізді саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша сырды қоспасаңыздар да болады. Салып болған соң 3 бұрыш етіп, видеодағыдай жинақы етіп ораймыз. Осылай орап алдық. Шағылған жұмыртқамызға екі жағын аунатып, қызып тұрған майымызға қызарғанша осылай қуырып аламыз. Мінекей дайын болды. Егер сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.